Біздің бүгінгі тақырып компьютердің бағдарламалық қамтамасыздандыруы. Жоспармен таныса кетсек, бағдарламалық қамтамасыздандыру дегеніміз не? Компьютердің негізгі құрамдас бөлігі ретінде маңыздылығы, екі негізгі түрі, жүйелік және қолданбалы бағдарламалар. Және солармен танысып өткіземіз. Бағдарламалық қамтамасыздандыру дегеніміз не? Бағдарламалық қамтамасыздандыру компьютердің барлық құралдарының жадында ұзақ уақытта сақталынған бағдарламалардың жиынтығы. Компьютердің бағдарламалық қамтамасыздандыру үнемі толықтырылып, дамытып, жаңартылып отырады. Бағдарламалық қамтамасыздандыру үш түрге бөлінеді. Яғни айта кетсек, ең бірінші жүйелік бағдарламалар. Жүйелік бағдарламалар дегеніміз компьютердің негізгі жұмысын басқаратын және басқа бағдарламалардың жұмыс істеуіне жағдай жасайтын бағдарламалар. Мысалын айта кетсек, операциялық жүйелер Windows, Linux, MacOS, драйвер құрылғыларының принтер, видеокарта тағы басқа жұмысын қамтамасыз етеді. Қызметтік бағдарламаларға келсек, утилиталық антивирус, архиватор, дискіні тазалау және тағы басқалар жатады. Бізде келесі қолданбалы бағдарламалар. Бағдарламалар нақты бір қолданушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін арналған. Мысалын айта кетсек, мәтіндік редакторлар Microsoft Word, Google Docs, кестелік процессорлар, Excel, графикалы редакторлар, Photoshop, CorelDRAW, браузерлер, Chrome, Firefox, бухгалтерік білім беру, медицина, дизайн бағдарламалар, тағы басқалар жатады. Бағдарламалау жүйелері жаңа бағдарламалар жасау үшін қолданылатын құралдар жиынтығы. Мысалдар айта кетсек, бағдарламалар тілдері Python, C++, Java, компилялар мен интерпретаторлар IDE жатады. Және бізде келесі жүйелік бағдарламалар. Жүйелік бағдарламалар дегеніміз компьютердің жұмысын басқару және үйлестіру. Басқа бағдарламалардың дұрыс жұмыс істеуіне жағдай жасау. Негізгі түрлерін айта кетсек, операциялық жүйелер. Операциялық жүйелер дегеніміз компьютердің барлық ресурстарын жад, процессор, файлдар жүйе басқарып, қолданушы мен құрылғылар арасында байланысты қамтамасыз етеді. Мысалын айта кетсек, Windows, MacOS, Linux-тар жатады. Ал келесі бізде драйверлер. Драйверлерді айтсақ, аппараттық құралдар мен операциялық жүйе арасындағы байланысты орнатады. Мысалына принтер, дыбыс картасы немесе видеокарта дұрыс істеу үшін драйвер қажет. Және бізде утилиторлар компьютерді баптау, тексеру, жөндеу және оңтайландыруға арналған көмекші бағдарламалар жатады. Мысалына айта кетсек, антивирустар, диск тазалау, файл архиваторлар, WinRAR, 7-zip жатады. Және бізде келесі қолданбалы бағдарламалар. Пайдаланушының нақты тапсырмаларын орындауға арналған бұл бағдарламалар күнделікті өмірде жұмыс пен оқуда кеңінен қолданылады. Негізгі түрлерін айта кетсек, офистік бағдарламалар. Құжаттармен, кестелермен және презентациямен жұмыс істеуге арналған мысалдар. Microsoft Word, мәтіндік редакторлар, Excel, кестелік процессорлар жатады. Графикалық редакторлар, сурет салу, өңдеу, дизайн жасау сияқты шығармашылық жұмыстарға арналған мысалдар. Adobe, Photoshop, CorelDRAW жатады. Браузерлерге келсек, браузерлер интернетті шығу, сайттарды ашу, ақпарат іздеу үшін қолданылады. Мысалына келсек, Google, Chrome, Mozilla, Firefox-тар жатады. Бізде келесі бағдарламалық жүйелерді жаңа бағдарламалар жазу, тестілеу және өңдеу үшін программисттер қолданатын құралдар жиынтығы. Негізгі құрамдас бөліктерін айта кетсек, программисттер үшін құралдар бағдарлама кодын жазу, өңдеу, тексеру және орындау үшін қажет. Бағдарламалау тілдері программист пен компьютер арасындағы ортақ тіл. Мысалын айта кетсек, Python, Java және C++ жатады. Компилярлық мен интерактивтілер жазылған кодты машиналық тілде аударып, бағдарламаның жұмысын қамтамасыз етеді. Компилярлық кодты бірден аударып, орындауға дайын файл жасайды. Мысалы C++ айта кетсек болады, интерпретатор кодты жол-жолымен оқытып бірден орындайды және мысал айта кетсек, Python оған жатады. Бізде келесі бағдарламалық қамтамасыздандыру компьютердің негізгі қызметтерін атқарып, пайдаланушының әртүрлі тапсырмаларын орындауға көмектесетін басты құрал. Негізгі рөлдері ақпаратты өңдеу, мәтін, кесте, сурет, видео сияқты ақпарат түрлерін өңдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, Word-та құжат жазамыз, ал Excel-де есеп жүргіземіз. Есептерді автоматтандырып, қолмен істейтін жұмысты жеңілдетіп, жылдам әрі дәл орындауға көмектеседі. Мысалы, бухгалтерік бағдарламалар, зауыттағы өндіріс процестері, байланыс және желілік қызметтер интернетте қосылып, деректер алмасуға, хабарлама жіберуге жағдай жасайды. Мысалы, браузерлер, электронды пошта, Zoom, мессенджерлер жатады. Күнделікті өмірде қолдану мысалдары: телефондағы мобильді қосымшалар, Instagram, Kaspi.kz, онлайн банкинг, онлайн сауда, электронды күнделік смарт құрылғыларын басқару жүйелері, смарт сағат, теледидар, тағы басқалар жатады. Бізде келесі компьютердің бағдарлама қамтамасыздандыру.
Қорытынды айта кетсек, оған бағдарламалық қамтамасыздандыру компьютердің ажырамас бөлігі. Онсыз компьютер тек темір ғана болар еді. Бағдарламалық түрлерін білу оларды дұрыс қолдануға көмектеседі. Қай бағдарлама не үшін керек екенін түсіну тиімді жұмыс жасауға кепілі. Технология дамыған сайын бағдарламаларға деген сұраныс артып келеді. Смартфоннан бастап жасанды интеллектке дейін бәрі бағдарламалық қамтамасыздандыру негізделген.